Сәлеметсіңдер ме? 4-ші сынып оқушылары. Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Алматы облысы, Сарқан ауданы, Мағжан Жұмабаев атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Қорлыбаева Күлжамал Иманбайқызы. Сабағымыздың тақырыбы табиғат ғажайыптары бөлімі бойынша буын үндестігі. 8-ші сабақ. Сабағымыздың мақсаты: мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыруды. Сөзге қосымшаларды буын үндестігіне сәйкес жалғауды үйренеміз. Ал балалар, өткен сабағымызды мына сурет мазмұнын пайдалана отырып еске түсірейік. Қалай ойлайсыңдар? Сөздер неліктен буын үндестігіне бағынады, неліктен бағынбайды? Буын үндестігі бойынша қосымша сөздің соңғы буынның жуан жіңішкелігіне қарай үндесіп жалғанады. Буын үндестігіне бағынбайтын басқа тілден енген сөздер, кейбір қос сөздер және біріккен сөздер. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, жинақтаған білімімізге сүйене отырып, оқулығымыздағы 34-ші тапсырмаға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқыңдар. Мәтін бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарды жалғастырып көріңдер. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді буынға бөліп жазыңдар. Соңғы буындағы дауысты дыбыстардың жуан немесе жіңішке екенін айтыңдар. Мәтін мазмұны бойынша дұрыс сұрақ қоя білдік пе? Жазған сұрақтарымызды тексеріп көрейік. Табиғат бөлігіне не жатады? Ана жүрегі неліктен елжіреді? Сендерде де осылай деп ойлаймын балалар. Тапсырмамызды ары қарай тексерейік. Ауаға баланың, яғни бірінші бағандағы сөздердің соңғы буынындағы дауысты дыбыстар жуан. Күні сөзіне екінші бағандағы сөздердің соңғы буынындағы дауысты дыбыстар жіңішке. Олай болса, тапсырмамызды дескриптор арқылы тексерейік. 35-ші тапсырма. Сөздерге жалғанған жалғаулардың дауысты дыбыстары неліктен жуан немесе жіңішке екенін бір-біріңе дәлелдеңдер. Бұл тапсырманы сендерге өзіндік жұмыс ретінде ұсынамын. Орындап болсақ, тапсырмамызды тексерейік. Отан, адамдар. Бұл сөздердің соңғы буынындағы дауысты дыбыстар жуан болғандықтан жуан қосымша жалғанған. Шөптің, көлде. Бұл сөздердің соңғы буынындағы дауысты дыбыстар жіңішке болғандықтан жіңішке қосымша жалғанған. Жарайсыңдар. 36-ші тапсырма. Жапыраққа жазылған Жеңіс Қашқыновтың өлең жолдарын сағат тіліне қарсы бағытта оқып шық. Тапқан өлең жолдарына тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз. Ал, таба қояйық балалар. Қандай өлең жолдары шықты? Осы өлең жолдарын мәнерлеп оқиық. Тырнасы тізілген, ұнатам күзді мен. Тамаша. Жинақтаған білімімізге сүйеніп, келесі тапсырмаларды орындап көрейік. Берілген сөздердің қосымшаларын анықта. Парта, дәптер, гүл, ұшқыш, құс. Кәне, тапсырмамызды тексеріп көрейік. Түбір сөздің соңғы буынында жуан дауысты дыбыс болса, оған жалғанатын қосымша да жуан.
Ал түбір сөздің соңғы буынында жіңішке дауысты дыбыс болса, оған жалғанатын қосымша да жіңішке болады. Партаға дәптерлер, гүлді, ұшқышты, құстар. Өте жақсы. Келесі тапсырма. Берілген сөйлемдерді оқы. Қарамен берілген сөздердің ішінен буын үндестігіне бағынатын және бағынбайтын сөздерді бөліп жаз. Халық әуесқой әншілердің өнеріне риза болды. Мұғалім сыныпқа кірді. Қоңыраудың дауысы естілді. Орманды жабайы аңдар мекендейді. Дәрігерлер мейірімді жандар. Карабалина өзінің жұмыс жоспарымен таныстырды. Үрімбұтақ бір атадан тараған балалар, ұрпақтар. Осы тапсырма бойынша өзіңді тексеріп көр. Буын үндестігіне бағынатын сөздер. Дәрігерлер, қоңыраудың, аңдар. Буын үндестігіне бағынбайтын сөздер. Мұғалім, Карабалина, үрімбұтақ, әуесқой. Яғни буын үндестігіне бағынбайтын сөздер, қос сөздер, біріккен сөздер, басқа тілден енген сөздер екенін есіңе сақта. Жақсы. Бүгінгі сабақ барысында буын үндестігі дегеніміз не? Және сөзге қосымшаларды буын үндестігіне сай жалғауды қаншалықты меңгердіңдер? Қорытынды жасайық. Бір сөз ішіндегі дауысты дыбыстардың не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке болып үйлесіп келуін буын үндестігі деп атайды. Буын үндестігі бойынша қосымша сөздің соңғы буынның жуан жіңішкелігіне қарай үндесіп жалғасады. Соңғы буын жуан болса, жуан қосымша, жіңішке болса, жіңішке қосымша жалғанады. Тамаша. Бүгінгі сабақ бойынша оқу тапсырмасына назар аударыңдар. 24-ші бет, 37-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып, сөйлемдерді көшіріп жазыңдар. Сабағымызға 5 саусақ әдісі бойынша кері байланыс берейік. Бас бармақ мен үшін маңызды және қызық. Балан үйрек маған түсініксіз болды. Ортан терек маған жеткілікті болмады. Шылдыр шүмек менің көңіл күйім. Кішкене бөбек менің ұсынысым. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.